Барлықтарыңызға сәлем. 4 сентябрь, қыркүйек айына болжам. Бүгінгі күнде шаш қидыруға онша емес, бірақ жол жүруге жақсы деп көрсетеді. Бүгінгі күн түске дейін өте сондай янск энергия бар да, түске дейін барлық тіліңді жасап ал, бірақ түстен кейін онша емес, түстен кейін үй тазартуға, керемет заттан құтылуға жақсы деп көрсетеді. Енді именно осы айды білесіздер, ашаруақтар айы, оның үстіне 7-ден бастап уже джотиш астрологиясы бойынша да сондай үйдің үлкендеріне, денсаулығына қарайтын ай болғаннан кейін кармический уақыттар, оның үстіне уже коридор затменияға кіреміз. Жақсы ойда, жақсы сөзде болайық, ешкіммен ұрыспауға тырысыңыздар. Еше бұл ұзаққа созылуы мүмкін, либо кектеніп қайта-қайта айтылуы мүмкін кейінгі уақыттарда. Енді бүгінгі күнде өте жағы феншуй бойынша ақшалы шаш қидыру күні. Шаштарыңызды қидыртып, ақшалы болуларыңызды тілеймін. Және бүгінгі күнде жер қазып, жер қопсытып отырып, тілек тілейтін күн. Именно жер қазып отырып, жер қопсытып отырып, недвижимостьке қатысты, ақшаға сатылатын затқа қатысты тілектеріңізді орындайды, және балдарыңызға бұл тек тілек, балдарыңызға сәттілік алып келеді бұл активация, жіберіп алмаңыздар. Январь айында туылғандар бүгін дәрігерге көрінген жақсы, бір ем алған жақсы деп көрсетеді, бірақ бір мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Январь айында февральдың 4-не дейін туылсаңыз, қоян жылы туылған болсаңыз, немесе март айында туылған болсаңыз, либо бацик картаңызда қоян бар болатын болса, вообще бүгін сұлусыздар, сізді тыңдайды, сізді сөзіңізді әдемі болып көрінесіздер. Сондықтан бойдақ қояндарға өте жақсы танысуға, екінші жартысын табуға. Ал егерде енді любовь морковь керек жоқ дейтін қояндарға блогер болсаңыз прямой эфирге шығыңыздар 4 қыркүйек күні. Либо қояндарға зат сататын болсаңыздар, көрсетіп шығарсаңыздар, 4 қыркүйек күні көрсетіп шығарыңыздар. Мынау менің затым, мынау мен өзім пайдаланып жатырмын дейтін болсаңыздар жақсы өтеді. Бүгінгі күнде егерде 4 қыркүйек күні ұл бала туылатын болса, өте білімді, сондай білім қуған бала болады деп көрсетеді. Ал қыз бала туылса, жасы, қалай айтсақ, жыр жасауы мүмкін, өйткені денсаулығы жақсы, жыр жасауы мүмкін, жасы ұзақ болады, сосын жақындарына көмектесіп, сондай ақ көңіл болады деп көрсетеді. Бүгін былайша жол жүруге былайша сәл жақсы дегенмен де, именно шығыс жаққа, востокқа қарай жол жүру онша емес. Білесіздер ғой, енді август ай, сентябрь ай өзі травмоопасный айлар, әсіресе сүйекке қатысты абай болу керек. Адам дене жарақатын алуы мүмкін, авариялар өте көп болады. Бір жаман нәрсені айтқым келмейді, бірақ сонда да сақтықта қорлық жоқ. Абайлап айдаймыз, асықпаймыз, аптықпаймыз, лучше өтіп кете берсін, зато сіздің деніңіз аман болғаны жақсы. Жалпы енді күннің энергиясы қыдырғымыз келеді, бір жаққа барғымыз келеді, бірақ денсаулыққа қарау керек, жүрек, көзге қарау керек, соған қатысты бір ақша шығару, аптекадан көп дәрі сатып алу болуы мүмкін. Күннің өзінің энергиясында солай. Ал енді тышқандардан бастаймыз. Тышқан жылы туылғандар, немесе декабрь айында туылсаңыз, сіздерге 4 қыркүйек күні мынандай энергия келіп тұр. Құлақта байлаймыз, есту мүшесі құлақ, және бүйрек. Негізі адамның құлағы ауыратын болса, онда значит бүйрегі дұрыс емес деген сөзді көрсетеді дейді ғой, енді мынау энергия бойынша құлақты, бүйректі байлаймыз. Либо өзіңіздің, либо ортаншы баланың, либо күйеуіңізбен шамалы проблема болуы мүмкін. Либо денсаулықта, либо солармен проблема, либо әркімге әртүрлі ғой, енді плюс кармасына қарай солардың жұмысымен жүгіресіз. Өзіңіздің бір жағынан бүйрегіммен құлағым ауырып тұрады, осылардың жұмысы мен жүгіріп жүрмін дейсіз ба? Әркімге әртүрлі. Енді плюс минус жаңалықтар болуы мүмкін, бірақ күйеуі, ортаншы ұлы, құлақ, бүйректі абайлаймыз. Сиыр жылы туылған болсаңыз, немесе барыс жылы туылған болсаңыз, немесе январь айында туылсаңыз, немесе февраль айында туылсаңыз, марттың 5-не дейін онда сізге арналады 4 қыркүйекке. Сізге мынандай келіп тұрады, тез-тез бола қоймады, тез-тез жасай қоймады, либо өзіңізді сақтап тез-тез не аласыз ба? Стресс күн ертең, бір жағынан білім жағына қарайсыз ба балдарыңыздың,
таң атпай бір қызыл киім киіп алыңыз, либо қызыл алма жеп алыңыз, қызыл помидор жеп алыңыз, әйтеуір бір қызыл нәрсе жеңіз. Бірақ күннің өзінде ақша түседі деп көрсетеді. Бірақ мен сіздерге именно осы айда туылған, либо осы жылы туылған сербарыстарға мен сіздерге айтарым, ертең баланы жұмсамаңыздар. Қай жерге, магазинге болса да өзіңіз барып келіңіз. Зақтамай, шаршамай, балдарды шаршатпаймыз ертеңгі күнге. Өйткені именно кішкентай балаңыз травма алып қалуы мүмкін үйде, кішкентай бала болса. Абайлау керек, өзіңіз жұмсамаңыз. Ертең балдарға абай боламыз барынша. Қоян жылы туылсаңыз, немесе март айында туылсаңыздар, сіздер ертең әдемі көрінесіздер, әдемісіздер деп тұрмын ғой. Бірақ сіздерге шамалы минус стресс жұлдызы келіп тұр ертеңгеде. Сіздерге травма алып қалуы мүмкін, либо операция жасайсыздар ма, либо травма алып қалу сондай энергия жүріп тұр, абайлайсыздар ғой. Пышақтан, әйтеуір денеңізді бір металл заттан бір жырып алу, жарақаттап алу бар. Бірақ енді барынша абайлаймыз, жолдан абайлап өтеміз. Балдарды әсіресе, балдарды, ол бір жағынан балдарыңызда да болуы мүмкін. Бір затыңыз тастап кетуден, ұрлатып алудан да абайлаңыз. Өткен шамалы ұрыс-керіс, жоғалту, тастап кету, ұмытып қалу деген нәрсе болуы мүмкін. Бірақ бір плюсы шет тілдерді оқуға жақсы мүмкіндік бар осы жұлдыз келгенде сіздерге. Либо балдарыңызды шет тілге жазып қоясыз ба, либо өзіңіз шет тілін оқисыз ба, жіберіп алмаңыз мүмкіндікті. Ұлу жылғы болсаңыз, жылан жылғы болсаңыз, немесе апрель айында, либо май айында туылған болсаңыз, сіздерге арналады. 4 қыркүйекке сіздерге мынандай жұлдыз келіп тұрды. Именно барынша шаршап еңбектеніңіздер, сосын сіздерге ақша келеді, өйткені ақша жұлдызы келіп тұр, шаршап еңбектену келіп тұр. Бірақ дәл солай ол жұлдыз білмеймін ғой қалай не қылатын. Либо менің балдарым шаршап еңбектенбеді дейсіз ба, солай ақша таппады дейсіз ба. Өйткені ақша жұлдызы келіп тұр, ақша келу керек, ақша табуың керек. Именно недвижимостьке сияқты дейді. Бірақ балдар кіріп тұр да ішіне. Балдардың денсаулығына абайлаймыз ба? Балдар дене жарақатын алып қалуы мүмкін, әлде балдарды да абайлау керек. Bir жағынан сол балдарға да көңіліңіз солмай ма білмеймін. Осындай бір жұлдыздар келіп тұр. Абайлаңыздар. Барынша жүгірсеңіздер, барынша еңбектенсеңіздер, ешак болып дейді ғой менің корона сөзін. Жақсы ақша келеді, бірақ балдарды абайлаймыз. Жылқы жылы туылсаңыз, немесе июнь айында туылсаңыз, сіздерге арналады. 4 қыркүйек күні сіздерге әйел адам болсаңыз, бүгін стрессте болып, бәрін қыр жойып, сен ананы жаса, сен мынаны жаса деуіңіз мүмкін. Деуіңіз мүмкін. Либо ер адам болатын болсаңыз, әйеліңіз бүгін сізге указ беріп, балдарыңызбен бәрін қырып жою мүмкін. Енді бір күн шыдай тұрасыздар ғой. Сосын мынандай энергия жүру мүмкін. Ол мүмкін ата-аналарыңыз да шығар. Бүгін мамаларыңыз ашуланатын шығар мүмкін, әйел адам болсаңыз да. Сосын кіл қызды тудым, бекер тудым деу мүмкін. Либо тағы бір қыз тумадым шамалы деген сияқты. Әйтеуір көп қыз туралы бір нәрсе әңгіме болады. Күндеріңіз сәтті өтсін. Қой жылғы, мешін жылғы болсаңыз, немесе шілде айында туылсаңыз, либо август айында туылсаңыз, сентябрьдің 7-сіне дейін болжам сіздерге арналады. 4 қыркүйекке сіздерге тілек тілеңіздер, міндетті түрде орындалады. Періштеріңіз қасыңызда, адамдардан көмек сұраңыздар, көмек беріледі міндетті түрде деп көрсеткенмен, сәл үйде бір конфликт болуы мүмкін. Үйдің үлкендерінің денсаулығына қарау керек. Үйдің үлкендерімен конфликт бола ма? Әлде үйдегі қыздар отырып қалдың, ұлға отырып қалдың дейсіздер ме әлде? Әлде отырып барып үйлендіңдер ғой деген мәселе шыға ма, сіздерге айтам, ер адам болсаңыз, әйел адам болсаңыз, осындай мәселе қозғалуы мүмкін. Және не тағы? Әйел адамдар әсіресе сол женский жағына қарау керек, денсаулығына абай болыңыздар, месячный мүмкін, ауырып келуі мүмкін. Қалғаны общем былайша тілек тілеуге өте сәтті күн. Жіберіп алмаймыз. Тілегіңіз әрқашан қабыл адам болыңыздар. Тауық жылғы болсаңыз, немесе сентябрь айында туылсаңыз, сіздерге арналады. 4 қыркүйек күні сіздерге именно недвижимостьке қатысты, либо үйдің тірліктері көп бола ма, либо ремонт жасау керек, ананы бұзу керек, мынаны дұрыстау керек деген сияқты нәрсе бола ма. Әйтеуір мамаға қатысты, үйге қатысты бір мәселелер шығады, недвижимостьке қатысты мәселелер шығады. Және
Дәл сіздерде де жаңағы алдындағы белгі айтқандай, әйелдеріңіз би болып шығуы мүмкін бүгін, либо стрессте болып, я отыр тұр, анаяқа барыңдар, кетіңдер деуі мүмкін. Либо әйеліңізге жақсы ақша түсуі мүмкін. Бүгін әйеліңіз жақсы ақша табуы мүмкін. Дәл солай. Либо өзіңіз әйел болсаңыз, бүгін өзіңіз ақша табуыңыз мүмкін. Главный эмоция абайлаймыз, тоқты абайлаймыз, отты абайлаймыз, балдарды да. Күндеріңіз сәт өтсін. Ит жылғы болсаңыз, немесе доңыз жылғы болсаңыз, немесе октябрь айында туылсаңыз, либо ноябрь айында туылсаңыз, сіздерге арналады 4 қыркүйекке болжам. Бүгіні сіздер білімділігіңізбен, ақылдылығыңызбен көзге түсесіздер, ол біріншіден. Және военный болатын болсаңыз, бүгін как бы звание сұрап, либо жұмысыңызды ауыстыруын сұрайтын болсаңыз, жақсы. Екіншіден, қолмен тірлік істейтіндер, құрақ көрпе істейсіз ба, әлде қолмен не істейсіз, тамақ істеп өткізесіз ба? Қолмен тірлік істеген ит жылғы, доңыз жылғы, либо октябрь, либо ноябрь айында туылсаңыз, бүгін өте жақсы саудаңыз жүреді. Бүгін 1000 тірліктің бәрін қолмен істеп тастайсыздар. Құрақ көрпеше ма, сағат жөндей ма, аяқ киім жөндей ма, әйтеуір қолмен істейтін тірлік бүгін бәрін атқарып тастайсыз ғой. Кәдімгі. Супер боласыз ғой, супер. Сондықтан бұл күнді жіберіп алмаңыздар. Сәттілік барлықтарыңызға, күндеріңіз өте керемет өтсін. Және барлығы жақсы болады.